Assalamualaikum kızlar. Sizlerді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Сіздермен бірге Дана. Бүгін сіздермен небәрі 10 минутта тез дайындалатын салат дайындайтын боламыз. Бізге керекті заттар: қияр, жұмыртқа, ет, майонез және де жарты банка жүгері. Ең алдымен қиярымызды майдалап, төртбұрыштап турап аламыз. Ыдысымызға салып алып, етімізді де дәл солай төртбұрыштап майдалап турап аламыз. Егер сіздерге ұзыншалап тураған ұнайтын болса, солай турап жасасаңыздар да болады. Жұмыртқамызды да дәл солай майдалап турап аламыз. Ыдысымызға салып, үстінен жарты банка жүгерімізді саламыз. Дәміне қарай тұз себеміз. Соңынан майонезімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Майонездің орнына қаймақты пайдалансаңыздар да болады, бірақ майлығы тым қатты жоғары болмасын. Қыздар, біздің салатымыз дайын. Дайындауға небәрі 10 минут қажет. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сондай дәмді, керемет болып шығады. Қандай қонақ болмасын, алдына ұялмай ұсына аласыздар. Жасап көріңіздер, ас болсын.